биологически активный добавка ретінде қолданылатын D3-лердің барлығының зерттеулері жоқ. Ауыр дәрежелі рахит алып келуі мүмкін. Қайырлы күн, құрметті аналар. Мен дәрігер Абылай Қалдарбекұлы. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз балалардың ағзасындағы D3, D3 витамині. Бұл қандай қызмет атқарады, не үшін пайдалы, D3-дің нормадан төмен болуы неге алып келеді, және бала ағзасында D3-дің мөлшерден көп болуы неге алып келеді, D3 мен кальцийдің арасындағы байланыс қандай, осы сұрақтардың барлығын қамтитын өте пайдалы видео болады деп сенемін. Видеоны соңына дейін көріңіз, лайк басып, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Жалпы баланың ағзасындағы D3 витамині. D3 бірінші кезекте қандай қызмет атқарады? Бала ағзасында бірінші кезекте D3 кальцийдің сіңірілуін, кальцийдің ағзаға нақты орнығуын қамтамасыз ететін витаминді комплекс болып табылады. D3 тапшылық балаларда қандай көрініс беруі мүмкін? Бұл өз кезегінде жеңіл дәрежелі немесе айқын ауыр дәрежелі рахит алып келуі мүмкін. Рахитке сүйектердің деформациясына, сүйектердің қисаюына, жалпы іштегі ағзалардың дұрыс дамымауына алып келуі мүмкін. Қазіргі уақытта білесіздер, D3 кеңінен аналардың да жалпы халықтың арасында кеңінен танылып жатыр D3 витамині. Және де осы орайда мына фарм компаниялардан бөлек биологически активный добавка ретінде түрлі компаниялар өзінің D3 өнімдерін ұсынып жатыр. Осы тарапта маған көптеген сұрақтар мына TikTok'та, Instagram'да, басқа да ақпарат орталықтарынан сұрақтар келіп жатады. Қайсысы дұрыс, аптекадағы D3 дұрыс па, немесе бізде мынау фирмалар ұсынып жатқан iCure дейміз, басқа да фирмалар бар, солардың D3-ін ұсынған дұрыс па, қайсысын ұсынасыз дәрігер деген секілді. Мен өз тарапынан айтатын болсам, өзімнің жеке ойым, кез келген жалпы фармацевтический компания дейміз, дәрі-дәрмек ұсынатын фирмалардың барлығының клиникалық базасы бар, яғни олар ғылыми түрде дәлелденген және баланың ағзасына зиянды тұсы, пайдалы тұсы, концентрациясы барлығы толық зерттеуден өту арқылы нарыққа, сатылымға шығады. Ал мына фирмалар бұлардың биологически активный добавка ретінде қолданылатын D3-лердің барлығының зерттеулері жоқ, доказательный база жоқ деп жатамыз. Сол себепті сіздің балаңызға пайдасын тигізеді, немесе тіпті пайдасыз болады, оған нақты ешкім ешқандай жауап бере алмайды. Сол себепті мүмкіндігінше аптекадағы кәдімгі фармацевтикалық D3 препараттарын қолданғандарыңыз жөн. Енді D3-дің нормасына келетін болсақ, баланың ағзасында D3-дің жалпы деңгейінің төмен болуы, дефицит болуы, ол 30 нанограммнан төмен болса, бізде дефицит D3 витамина деп айтамыз. Яғни бұл кезде сіз D3 препаратын емдік дозада қолдануыңыз қажет болады. Ал 30-дан 80 нанограммға дейін, 70 нанограммға дейін, 80 нанограммға дейін бізде бұл қажетті мөлшерден төмен, бірақ дефицит болып саналмайды. Бұл тарапта егер сіздің балаңызда 50 нанограмм D3 көрсеткіші көрсетсе, лабораториялық зерттеуде сіз ол кезде балаға профилактикалық дозада D3 тамшы түрлерін немесе басқа да қазір спрей түрлері де бар, сол препараттарды профилактикалық түрде қолдансаңыз болады. Ал егер 80 нанограммнан жоғары көрсеткіш көрсететін болса, жалпы сіздің балаңызға D3 витаминін қажет етпейді. Яғни ол кезде сіздің балаңыз күн сәулесінен тікелей D3-ді синтездеу арқылы ағзаға қажетті мөлшерін ала алады деген сөз. Енді көп аналардың тағы бір сұрағы, бізде D3-ді қанша ай беру керек, қанша уақыт беру керек, және тағы бір мынау хит сұрақ дейік, хит сұрақ десек те болады. Жаз мезгілінде күннің көзі ашық кезде, бала күннің көзінде көп жүретін кезде D3-ді беру қажет пе, қажет емес пе деген сұрақ. Бұл сұраққа бірақ жауап бар. Егер жаңа жоғарыда аталғандай 30 нанограммнан төмен болатын болса, дефицит болатын болса, лечебный дозада жыл 12 ай бере берсеңіз болады. Ал профилактикалық дозада кемі 6 ай көлемінде D3 витаминін сіз беріп тұруыңыз қажет болады.
егер балаңызда айшық тәрізді шаштың, яғни желке тұсындағы айшық тәрізді көрініс көретін болсаңыз, мына аяқ сүйектерінде деформация, X-образный, O-образный аяқ болатын болса, міндетті түрде дәрігер, ортопедтің, травматологтың, педиатрдың кеңесінен өтуіңіз қажет, және де D3-ге тапсырып, міндетті түрде емдік мақсатта сіз D3 комплексті қабылдауыңыз қажет болады. Сіз өзіңіздің балаңыздың денсаулығына алаңдау арқылы осы видеода айтылған пайдалы ақпараттарды өзіңіздің бойыңызға сіңіру арқылы сіз балаңыздың дамып жетілуін, балаңыздың алдағы уақытта дені сау ұрпақтар қатарынан болуына атсалысатын боласыз. Сол себепті менің каналыма тіркеліп алыңыз. Өздеріңіздің достарыңызға да осындай пайдалы мағлұматтарға толы видеороликтерді жіберіп бөлісіп отырыңыздар, лайк басыңыздар. Әрдайым менің каналымда, менің көрермендерімнің қатарынан сіздерді көргеніме өте қуаныштымын, және ары қарай да біз талмай жұмыс жасап, бұдан да пайдалы ақпараттар жасап, алға қарай жылжимыз, дамытамыз, және сіздерді сіз болып, біз болып Қазақстанның сау ұрпағын бірге қалыптастыратын боламыз. Рахмет.